Енді қараңыздар. Because of the recent hurricane, lots of houses. Просто been деп айта алмаймыз. Сразу вылетает. Have been knocking деп айтамыз. Have been это значит бұл passive voice болып тұр ғой, етістік үшінші формада. Had been knocked немесе have been knocked. Are being evacuating деп айта алмаймыз, потому что are being evacuated, значит, получается а ғана болады, иә? Чисто формула бойынша. The weather in my city is as in your place. Егер бізде as деген нәрсе тұрса, ортасында тек қана сын есім өзінің алғашқы формасында болады. Поэтому as hot as in your place. Мен қостым, ютубта қостым, мен потом оны неге кіргізе саламын. Аты қалай еді? Это я, кажется. Ой, платформаға салынады, окей? Ойындамай қойыңыздар. Так, идемте дальше. 20-шы сұрақ. Irregular adjective дейді. Irregular adjective, яғни бұл сын есімнің көпшесі басқаша жасалады. Типа strong, stronger, funny, funnier, big, bigger, far, further. Фардікі басқаша жасалады. Хорошо? Бұны тек жаттау керек. 5 жасар қыз дегенді қалай айтамыз? A 5 years old girl. Дұрыс па? 5 жасар қыз. A 5 years old girl. И ол типа немен жасалады? Дефизбен. Хорошо? 5-летняя девочка деген сияқты. Идемте дальше. If you never ask anyone for advice дейді. Бұл жерде conditionals қой, иә? И тоже сәйкес келіңіз. If-тәне will болмайды, сразу а вариант ұшып кетеді. If you were, немесе if I am, немесе if I were. Енді will деп тұр, значит, тек қана d болады. Формула бойынша осыған сәйкес келіп тұр, иә? 23. My camera break down so often. Now I decided to buy a more upgraded one. То есть, моя камера, на жерде еще не қойған жоқ, моя камера раньше очень часто ломалась. Странно не поставили. На сұрақ бір түрлі. Типа, слэш қойып тұрса, значит, мына жақта да бір какой-то бос орын болу керек қой. Но бос орын қойылмаған. Мына жерде бізде слэш жай өзі ғана жазылып тұр. По сути, потому что біз use it to break down so often деп айтамыз. И would break down so often деп айтамыз. И, в принципе, мынау да дұрыс. Бұлар бүйткен ғой. Бұрында would келмейтін теста бәлелер қосып саған, иә. Мен would-ты түсіндіргенде мен айтқаным, что бұл теста бұрын келмейтін деп. Биылдан бастап, видимо, қосты. Мы можем сказать, my camera use it to break down so often, would break down so often. Хорошо? Вот. Екеуін де қолдан аламыз деген типа варианты ғой. Third conditional, чисто форма past perfect, хорошо? Would enter, жоқ, would have болу керек, иә? I would have bought you a present if I had now. Вот, мынау уже формаға сәйкес келіп тұр сыға, иә? Кеттік 25. Did Anne tell you the truth? She asked me. Бұл бізде reported question. Did это значит general question болып тұр, значит if немесе whether арқылы жасалады. Вот бәрі whether, иә? She wanted to know, немесе she asked. She wanted to know. Міне, мына she келеді. If Anne did это past simple, past perfect. Had told me the truth. Да, она хотела знать, сказала ли Анна мне правду. Так, текст. Не дейді. Wall Street is a place where the sun never shines. Ну, английский текст қой. Уолл-стрит это, короче, место, где солнце никогда не светит. This doesn't mean it has a different climate from the rest of New York City. Это не означает, что здесь климат другой, чем в Нью-Йорке. It simply means that the buildings here in New York's financial center are so high that the streets is always in the shade. Это просто означает, что здания здесь, в Нью-Йорке, в Нью-Йоркском финансовом центре, да, настолько высокие, что все улицы под этими тенью. The people who work in the Wall Street area are too busy to worry about the weather. They are employed by a great banking house or giant financial companies. They handle big sums of money every day. Yeah? Я сақталады мид. То есть адамдар бір жұмыс істейтін, погода туралы уайымдамайды, они очень занятые, да? Они были наняты на работу огромными банковскими домами или гигантскими финансовыми компаниями, да? Они через их руки проходят огромные суммы денег каждый день.
20 years ago, life was a lot quieter in Wall Street. 20 лет назад жизнь была здесь тише. Many of the companies were old family firms. They had always been successful and didn't see the need to work very hard for their money. То есть многие компании были семейными фирмами, которые всегда были успешными и не видели смысла, да, работать усердно. Sons entering their father's business could come to work late, leave early, and be certain no one would notice. То есть олардың балалары жұмысқа кешігіп келеді, вообще келмейді, бәріне пофиг болады, типа. Those days are gone forever. Эти дни уже давно прошли. Wall Street's big bosses still have beautifully furnished offices on top floor with wonderful views of New York, да? То есть большие боссы Уолл-стрит все еще у них офисы, обставленные мебелью, да, на самых высоких этажах зданий с красивым видом на Нью-Йорк. But downstairs, in the trading rooms, clever young people work at their computers, sending money around the world. Но внизу молодые рабочие, да, работают на своих компьютерах, отправляя деньги по всему миру. Americans have never quite got used to trusting their banks. Американцы никогда не верили своим банкам. They remember the Great Wall Street crash of 1929 when many banks closed, thousands of people lost their money. Они помнят огромный, типа, разрушение, типа, crash Уолл-стрит в 29 году, когда много банков и тысячи закрылись, и тысячи людей остались без денег. In order to keep the danger small, American law prevents banks from becoming too big. Чтобы осы опасностьтан аулақ болу үшін американские банки, то есть заң оларды слишком үлкен болып кетуден тоқтатады. No bank can have offices in more than one state. Yeah? То есть ешқандай банк бір штаттан басқа жерлерде типа офис ұстауға болмайды. Кеттік. According to the text, Wall Street is occupied by great banking houses of financial companies. Wall Street is always in the shade because of the weather. Wall Street's big bosses have their offices downstairs and upstairs. Family banking business was not popular in Wall Street 20 years ago. Әрине бұл жерде дұрыс ответ А болады. То есть бұл жерде өте үлкен банковский дома и финансовый компаниялар орналасқан. Біз енді ол жақта күн жоқ, себебі погода үшін емес қой, иә. Биг бостардың офистары төменгі этаждарда емес, жоғарғы этаждарда, иә. И 20 жыл бұрын, наоборот, популярный болған. Family banking деген тема бұрын. Кеттік ары қарай. The sun never shines on the Wall Street because they're too tall buildings, yeah? То есть слишком очень высокие здания. Compound noun дейді. Compound noun, яғни екі сөздің қосылуы арқылы жасалады. Бұл жерде downstairs, down это вниз, stairs это бізде лестница, да? American law prevents banks from becoming too big. Мынаны чисто текстан табасауға болады. Рейскі текстатқа салынға ұялмай соны ақша алып еще. People said to the banks is described in the... Адамдар типа ешқашан сенбеген дейді. Вот, на соңғы абзац, это бізде 1, 2, 3, 4 абзацта. Last paragraph, иә? 4, немесе соңғы абзац. Кеттік. Мынау жаңадан биылғы ентіда пайда болған нәрсе. Яғни бір-біріне сәйкестендіру. Кеттік. Really, she's always forgetting to invite us. Кеттік. То есть present continuous'тан қолдану несі, я? Енді she is always forgetting to invite us. Это типа біз бір нәрсеге жынданамыз ғой, когда это уже нас бесит, раздражает, сол кезде қолданады. Я мысалы, I am always losing my keys. Негізі бар ғой, мынауды келмейтін, мынау тоже intermediate, upper intermediate несі, но именно осы нәрсесі келмейтін. Окей, бізде expressing criticism болады. Anne is having her birthday on Friday. Это бізде fixed arrangement. Я, то есть болашақта болатын какой-то бір нәрсе, я. Келесі сұрақ. Ой, біз қай жақтамыз қазір? 32-ші сұрақтамыз ба? Все. Compound noun. Full. Так. Drawing. Так. Drawing desk. Full moon, да. То есть полная луна и drawing desk. Ол не деп нені сұрауатсыз, Динара? Келесі. To be going to, yeah? Take care, you're going to fall into the pot. Вот видите? Бұл бізде не? Prediction based on what we see. Видите? Кеп тұр бұл тестта. Значит, ентіда келеді тоже. I'm going to cross that bridge. Я собираюсь перейти ту дорогу. Қашан өзгеріп кеткенін осы биылдан бастап қой осындай енгізді ғой.
сіздер пробныйда тапсырмадыңыздар ма не? Сәйкестендіру дегенді. Это аяқтау емес, это сәйкестендіру деп аталады. I'm going to cross that bridge. Это бізде intention, скорее всего, потому что я собираюсь, да? When we saw him, кеттік. Dana's friends were playing basketball. Dana's sister read a book. Dana's friend was walking on the street. Dana's brother is riding a bike. Ну, when we saw him past simple, yeah? Значит, past simple, один past continuous. Dana's friends were playing basketball. When she saw him, деп тұр ғой, бір адам. Значит, Dana's friend, бір адам, was walking on the street when she saw him. То есть он гулял по улице, когда она его увидела. While she was swimming in the sea. Dana's friends were playing. Так, she was, значит, Dana's friends were playing, скорее всего, потому что тупой икин, я. Dana's sister was walking on. While... Ну, типа, екеуіне бірдей таңдамасақ, онда я. Чисто сол логикамен. Types of pronouns дейді, қараңдар. Our team didn't enjoy the party that night. Бұл жерде our, тоже неправильно. Қараңыздар, потому что мына жерде our деген, это бізде possessive болып тұр. That деген, ол бізде demonstrative болып тұр. Екеуі де келіп тұр. Но, скорее всего, мен ойлаймын, что они that night деген имеют в виду, поэтому demonstrative деп тыңдаймын. Because people can't behave themselves дейді. Themselves это уже reflexive болады бізде, окей? Но мынау біріншісі, в принципе, егер сіздерде қате болып шықса, ертең ентада тапсырған кезде, вы можете апелляцияға беруге. Хорошо? Осылай, осылай. Так, идемте дальше. Кеттік уже бірнеше. Correct question. They will be used to working together. Кеттік. To be used to дің, міне, болашағда, they will be used to working. Бұл жерде will мен be-дің ортасы бөлінеді. Will they be used to work деп айта алмайды. Етсік ing болып тұр. Would they be... Who will be used to... Who will be used to working together. Да, кто уже привыкнет работать вместе. Ну, кішкене мына сұрақты тупой құрастырып. Ну, окей. Will they be used to work? What will they be used to doing? Нам тоже келсек болады, я. Что они привыкнут делать, да? Would they be used to working together? Нет, they will be used, they will commit. Подождите. They will be used to working together once they... Видите, мен асық-басып қарап кетіп едім. Мен маңызды нәрсені тастап кеттім. Мынау tag question, видите? Вот. Кеттік ары. Nouns used in a plural дейді. Көпшеде. Кеттік. Jeans это всегда көпше болады. Gymnastics нет, это сөз сонда, я. Glasses и binoculars олар всегда көпшеде болатын сөздер. Оларда жекешесі жоқ. Binocle деген сияқты. Кеттік. Correct sentence. A few people are able to speak Japanese here. Келеді. Пару людей могут разговаривать на японском. Everything were clear деген. Дұрыс емес. Everything was clear. Everything, everyone дегенді біз бір нәрсе ретінде қабылдаймыз. Хорошо? Little was said about his contribution to the project. Да, бұл бізде... Окей. Little ол бізде uncountable мен қолданады, сол үшін was деген келеді. He only cares of himself деп айтамыз. Himself, yeah? His salary appeared to be less than she expected it to be. Келеді. Everyone mustn't be on time at the station. Жоқ, everyone mustn't be деген какой-то странный. Anyone mustn't be деген дұрысырақ болатын еді. Yeah. Anyone болу керек, everyone. Потому что негатив сөйлем ғой. Кеттік ары қарай. Expressions with to have with definite article дейді. To have. To have a good time, indefinite article. To have a good time. Yeah, indefinite деген an article'дері ғой. To have a good time. To have a talk. To have space. To have a rest time. To have free time. To have something in common. Бұл жерде болмайды. Осы to have a good time, to have a talk, және to have a rest. Кеттік ары қарай. Talk about a work-life balance. Бірнеше варианттарда текст пайда болған. Кеттік. Talk about work-life balance. То есть разговор про баланс жизни и работы. Presenter.
Good morning, everyone. On today's show, we've got Amanda Brown with us, the author of the new bestseller about the work-life balance in the current working world. Hello, Amanda. Thanks for coming. Yeah, бәріне қайырлы таң. Бүгінгі шоуда біз Аманда Браунды өзіне шақырдық. Ол деген өмір және жұмыстың балансы жайлы бестселлердің күшті сату заты кітаптың авторы. Қазіргі жұмыс жасайтын әлемдегі өмір және жұмыс балансы туралы. Сәлем, Аманда, келген үшін рахмет. Thanks for having me. Рахмет, қош көрдік деген сияқты. So, Amanda, tell us about your book and how the concept of a work-life balance has been changing. Аманда, расскажи нам про свою книгу и как концепт баланса работы и жизни поменялся. Well, in the more traditional workplaces, people's working lives and their private lives are or were clearly divided. Well деген это дегендей. В более традиционных местах работы, школа, допустим, да, люди... рабочая жизнь людей и их частная жизнь есть или были определенно разделены. Divided разделен, да, divide это делить. People often work from 9 in the morning till 5 or 6 in the evening. Люди чаще всего работают с 9 утра до 5 или 6 вечера. People sometimes stay late in the office and work in the evenings. Иногда люди оставаются поздно на работе и работают, то есть остаются на работе и работают допоздна. This is called working overtime. Это называется работать, overtime, вы понимаете, да? Дополнительные часы, Okay, and what else? Okay, и что еще? Well, in this environment, it isn't common for people to work at the weekend or while they're on holiday. В настоящем окружении, да, в мире, это не обычный нәрсе емес, когда адам жұмыс уақытына, да, демалысында жұмыс жасайды, yeah? They can clearly separate their working lives and their private lives. Они могут спокойно разделить свою рабочую жизнь и свою личную жизнь. In the evenings, weekends and holidays are free to focus on non-work areas of life, such as hobbies, interests, sports, spending time with the family and friends, and so on. То есть они демалыстарын лучше отбасымен, достарымен өткізгенді қалайды, yeah? It is important and healthy not to spend all your time just working, right? Это очень важно и полезно для здоровья не бүкіл уақытыңды жұмысқа арнамауға. Келісесің бе? According to the dialogue, the correct statement, working overtime can gradually turn into a hobby. Жоғында ештеңе жазылмаған. Some people have different areas for work and the rest дейді. Different areas тұру мына жерде, yeah? And the evenings, weekends, and holidays are free to focus. On work, such as hobbies and this, family. On нation жазылмаған негізі. Some people have different areas for work and the rest. The writer believes that everyone can spend some time a day on extra work. Жоқ. You can easily combine your hobbies with a bit of extra work and have pleasure of it. Ондай нәрсе тоже айтылмаған. In her book, she states that favorite work can become a hobby. In her book, she writes the shift in work-life balance. Келеді, yeah. Басқа, мне кажется, ешқайсысы келмейді. Не үшін келеді. Areas for work and rest деген нәрсе айтылған ба? People sometimes stay late in the office. This is called work. Міне мына жерде ғой work and rest жазылған. Well, in the environment, it is not common for people to work at the weekend or while they're on holiday. They can clearly separate their working lives and their private lives. And the weekends and holidays are free to focus on non-work areas of life, such as hobbies, interests, sports, spending time with the family and friends, and so on. It's important and healthy not to spend all your time working. Нет, басқа ешқайсы жазылмаған. Давайте попробуем тек қана F-ті белгілеп. Ой, бітіп тоже, я. Хорошо. Мен қазір бұны аяқтамаймын, себебі мен өзім үшін дүниежүзі тарихын тапсырып көргім келеді. Жаңағы сұрақтар бойынша. Сұрақтарыңыз бар ма? Осы грамматика бойынша, немесе басқа нәрселер бойынша. Жоқ, дүниежүзі тарихын өзім жасаймын. Сұраңыздар. Қандай сұрақ бар? Түсіндіріп берейін. 30-31 көрсетіңізші дейді қазір. Міне 30. Это бізде текст бойынша. Міне текст. Скринда боласыздар ма? Но сұрақтары.
31. Вот. Смотрите, мына жерде really she's always forgetting. Қараңыздар, мына жерде actions happening right now это present continuous дәл қазір болып жатқан нәрсе. Дәл қазір болып жатқан нәрсені сипаттау. Temporary situation деген ол уақытша бір жағдай. Уақытша жағдай деген қалай ол? Уақытша жағдай деген қалай айтса болады? Уақытша жағдай деген, допустим, сіздер всегда бір нәрсені істейсіздер, ол present simple ғой, иә? Ал бір нәрсені бүгін басқаша болса, онда present continuous. Мысалы, Арай always wears dresses. But today she's wearing pants. Да? Арай всегда көйлек киеді. Бірақ бүгін ол шалбар киіп келді. Я? Сонда уақытша ситуация. Fixed arrangement это болашақта уже келісіп қойған какой-то бір келісім, және expressing criticism. Қараңыздар, always деген сөзді қосамыз present continuousқа. Тек жағдайда, когда нас что-то бесит. Допустим, I'm always losing my keys. Я всегда теряю свои ключи. То есть, ол тоже, короче, андай жынға тиетін нәрсе болады, я? И мына жерде, мне кажется, тоже сол нәрселер айтылған, я. Вот секіде бізде full moon, то есть полная луна, и drawing desk, да? Drawing room, может? Drawing desk или drawing для рисования? Стол для рисования или комната для рисования? Desk бола берсін, көреміз қазір. Take care, you're going to fall. Мынау жаңа prediction туралы сөйлескен. On the spot decision дәл қазір осы моментте қабылданған шешім. Future intention болашаққа бұл біздегі какой-то ниетіміз. Я мысалы, I'm going to cross that bridge, это мен ниеттеніп тұрмын. Expressing advice бұл жерде енді совет беріп тұрады. Dana's friends was walking along the street, yeah? Dana's friend was walking along the street, то есть оның досы көшемен кетіп барады, мынаны хорошо. Еще жаңа бас жағында кейбір оқушылар қатыса бізде, ол жақтың сұрақтары мынандай болды. The meaning of the return это возвратиться, возвращаться, қайту. Кеттік, talkative деген бізде разговорчивый, антоним бізде silent болды. Одан кейін бізде phrasal verb ол stand out, phrasal verb қалай табамыз? Verb және preposition арқылы, иә? Synonym of underground бізде tube. Ары қарай synonym of teacher бізде tutor болды, иә? Pupil это бізде школьник. Синоним, антоним дегенді білеміз, иә? Синоним мағынасы ұқсас, антоним мағынасы қарама-қарсы. И мына жерде уже басқа пас, мына жерде енді нені сұрап тұр бізде? Нені? Conditional, иә? Если я не сдам, оно если не, да? Не сдам экзамен успешно, мои родители не заберут меня с собой в отдых. Чисто оно мағынамен жасалады. Plural бұл жерде people болды. The thought of, think of, это думать о чем-то. Хорошо. Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыздаршы. Тест жайлы, не бойынша. Может, что-то еще объяснить вам? Давайте мен сіздерге мынандай нәрсе жасайын. Мыналарды тест өздеріңізге скриндап алыңыз, кейін талдайсыздар, хорошо? Скриндап қойыңыздар. 1, 2, 3. Мен раз уж сатып алғаннан кейін пайдасы дейсін. Мынаны да скриндап қойыңыздар. 1, 2, 3. Мынаны да скриндап қойыңыздар. 1, 2, 3. Мынаны тоже скрин жазап қойыңыздар. 1, 2, 3. Еще мына жерде мынандай ответ бар. Тоже скриндап алыңыздар. Еще один скрин. Еще один скрин. Еще один скрин. Тағы бір скрин. Және соңғы бір скрин. Мына жерде қараңыздар. Былай и былай. Сіз қанша алдыңыз арай өткенде жасап? ТЖТ, хорошо, скрин жасалыңыздар. Міне біріншісі 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мен қазір өзім отырып бұны тапсырам. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ау. 1, 2, 3. Олай. Күншік па? Шош кеттім ғой. Так. Еще скрин.
еще скрин, карта бойынша ақш, и карта бойынша ақштың ресейдің сатып алған жері. Аляска ғой. Так, кеттік ары қарай. Міне келесі. Жереманку. Ага. Сатып алу. Потом карта бойынша скрин. Скрин. Ага. Мына жерде бірінші скрин, екінші скрин. Окей. Кеттік тоже. Скриншот. Скриншот. Джентрилердің кезін жаттығымыз. Кеттік тоже. Скриншот. 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 Мына жерде географтар бұқтап атқан шығар, иә. Скриншот. Хорошо. Телеграмға жіберем қанша алғанымды. Скриншот. Скриншот. Кеттік скриншот. Скриншот. Скрин. Скрин. Және тағы бір скрин. Қазақстан тарихын ашып берейін ба? Рұқсатығы керемет шығар, шілі, иә. Қазақстан тарих кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Сіздер скрин жасап атсыздар ма өзі? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 11 мен мынандай. Текст. Бір скрин жасалайық. 1, 2, 3. И сұрағым мынандай. 12-ні сұрағым мынандай. 13-тікі мынандай. 14-тікі бізде мынандай. 15. Не отыр өзі. Митпен өткеннің осындай қызық па? Кеттік мынау. Мынау. 18. Ой, карта міне. 19 и 20. Все, хорошо. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойып алыңыздар ағылшын бойынша. Егер сұрақтарыңыз болса, онда осымен біз аяқтайық, иә. Тестті талдадық. Тест бұл бар еще неде сақталады? Аталайды платформада. Көріп аласыздар, окей? Давайте, всем пока. Сау болыңыз.